Құрметті тыңдарман, ой саларлық, қызықты әңгіме тыңдағыңыз келсе, менің әсерлі әңгімелер каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, комментария қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Нағашыбек Қапалбекұлы, көз, 4-ші бөлім. Ақ сүйір ұшақ, бұйра-бұйра әппақ бұлттарды жарып өтіп, тым биіктеп алып, теке солтүстікке бет түзеді. Бөтен ел, бөтен қала, жан адамды танымайды. Ректор өзіне 3 бөлме, ал бұған көршілес жерден 1 бөлме пәтер жалдады. Әпкемнің қызы, туған жиенім, отбасым көшіп келгенше маған ас су дайындап береді, деп қойды. Бар құжатты алдырып, 2-ші курсқа осындағы университетке ауысып алды. Декан кезінде машина жүргізетін, ащы суды көп аузына ала бермейтін, ал ректор болғалы жеке шофері бар, күнде қонаққа барады. Түнде шала қызу, кейде тіпті тәлтіректеген мас болып қайтады. Университеттегілер, қаладағы шенеуніктер кезек-кезек хан көтеріп, жаңа келген оқымысты басшыны мейман етіп, барын алдына тосып, бәйек болып жатыр. Жалған мақтау жарға жығады. Ағасына дөңгелек қарын бітіп, бал пиып, жүріп тұруы ауырлап, маңдайынан төбесіне дейін құйқасы жалаңаштанып, қасқаба шуан қара божбандай маңға жанға айналды. Жүре сөйлейді, жүре тыңдайды. Өзі Алматыдан алып келген пысықай бір жігітті оқу жөнінде, ал екінші прораб құрылысшыны шаруашылық жөніндегі проректоры етіп тағайындап, бар жұмысты соларға жүктеп қойды. Гүлжан үйді жуып, киімдерін реттестіріп, үтіктеп, тамағын әзірлеп, мас болса құсығына дейін тазалап тұратын сол үйдің басыбайлы күңіне айналды. Ректор болып осында келгелі, еркелетіп, жылы сөз айтуды мүлде доғарды. Зіркілдеп, ұрысып, балағат сөздер айтып, көзіне де ілмейтін әдет тапты. Баяғы саяжайдағы алақанына салып, үлпілдетіп айналып толғанатын мінезінен жұрдай боп, ішіп, қызу келген түндері ұрыс шығарып, жақын отырса жұдырықтап тастайтын, алыста болса қолына не түссе сонымен періп жіберетін, езгілеп, мыжып әңгімелер айтып, мұны тұқыртып жерлеп, аузына келгенін оттап, құлап ұйықтағанша маза бермейтін болды. Жыланға арбалған торғайдың балапанындай шорши қараған бұған әзірелдей ысылдап, өшпенділікпен тұра ұмтылып, талай таяққа да жықты. Отырған орында өлген өгіздей ұйықтап қалған оны сүйеп, сүйреп төсегіне әкеп жатқызып, киімін шешіп, сәбидей бөлеп, қасына 2 бөтелке су құйып, былғанған жейде сымын тазалауға кіріседі. Түннің бір мезгілінде оянып алып, 1 бөтелке сарағашты аузынан сарқа ішіп алып, бұған ашылап-тұшылап кеспе жаса, дейді. Ет асып қойғам, кеше кешкілік. Не сандалып тұрсың? Етін, пиязын молдау турап, қолдан кесіп сұйық кеспе жаса, бар тез, деп жанында жантайып жатқан мұны теуіп кеп жібереді. Төсектен жалп құлап, тұра сала асханаға жүгіреді. Кеспе пісіріп, дайындап, қашан оянғанша жағын таянып күтіп отырады. Кейде тіпті таң атқанша тұрмайды. Жұмысқа барар уақыты таянғанда, бұл барып сипалап, сыбырлап әзер дегенде көзін аштырады. Қатты семіріп кеткен оның қорлы анау асханаға естіледі. Ақылеп үкілеп, бұрыш қосқан ашы кеспені 1 қасық алып ұрттап, әкел ананы, деп бұған ала көзденеді. Серванттан аузы ашылмаған коньяктың біреуін апарып бере қояды. Үлкен қырлы стаканға ліпілдете толтырып алып, тартып алады. Бұрышты аямай сеуіп, ашқарақтана кеспені қомағайлана арсыл-гүлсіл іше бастайды. Өзде жұмысына бармай, мұны да сабағына жібермей, ләйліп ішіп, көкіп сөйлеп, әбден ығырын шығарып, жүндей түтіп, құмдай шашып есін алады. Бұл жақта қыз дегенің арқырап, үсірік сүйегінен өтіп, бүкіл денеңді мұз қапқан бөренедей қалтыратып, дірілдетіп жібереді. Алматыдағы шолақ пальтосы бұйым болмай, ағасынан қыста киетін тон алуға пұл сұрап еді. Анау 2 көзін ежірейтіп, 2 күн ұрсып жүріп, жарымағандай ғана ұстатты.
қолдан киілген арзан жылы киімдерді алып, қақарлы қыстан ілдалдап әзер шықты. Көктем тым кешікті. Қаланы басып қалған салбауыр қар сіреленіп, үстіне қара қошқыл көмір күлі басып, қара суық азынап тұрып алды. Сабағынан дірде қағып келсе, есік тарс жабық, ашайын десе, іштен кілттеп алған. Безілдетіп қоңырау басып, есікті тоқылдатып жаурап, сіркесі су көтермей, ұнжырғасы түсіп, жүйкесі тозып тұрғанда, іштен екі беті алмадай қызара бөрткен, толықша келген келіншек бұрала басып шықты да, ернін жыбыр еткізіп, тез-тез лифтіге мініп түсіп кетті. Ағасы төсекте, шалқасынан түсіп жатыр, түк киімі жоқ, үстін ашып тастаған, рабайсыз өсіп кеткен, шеңбіре қарнын сипап, ырс-ырс етеді. Докторантым ғой, жақында қорғайды, жұмысын қарадым, деді түк қысылып саспастан. Гүлжан бетін басып, екі иығы селкілдеп, төсек жағына бүкшиіп отыра кетіп, солқылдап тұрып жылады. «Әй қатын, саған не болды?» деп таудай ағасы төсегін сықырлатып бері бұрылды. Мұны атын атамай, баяғы Гуляжан дегенді мүлде ұмытып, осылай «әй қатын» деп атайтын болғанына да құлағы үйренді. «Әй қатын, не болды? Киім алғың келеді ме? Жаурадың ба? Міне, мынаны қарашы», деп төсегінің астынан дипломат шығарып, аузын ашты. «Міне, қанша керек сен қатынға? Мә, қалағаның шал, киім сатып ки, бірақ ашық-шашық, етегі қысқа, кеудің ашық болмасын», деп бұған бір уыс ақша ұсынды. «Ағажан, сорлап қалдым, бүгін дәрігерге бардым, аяғым ауыр екен», деп еңкілдеді. «Әй, оңбаған қатын, зәлім, неге сақтанбайсың? Сұмырай, сен албасты маған бала тауып беріп, бар байлығымды басып қалуды ойлағансың ғой, сұрқия, залым. Бар жоғал, құрт бүгін», деп уысындағы ақшаны шашып кеп жіберіп еді. Көк ала, қызыл ала қағаздар ұшып, өлген құстардай қанатын жайып еденге жантайып, жалпайып жата-жата кетісті. Соларды дереу теріп ала сала, зәрдей суықта бүрсеңдеген қыз жүрегі айнып, анда-мұнда лоқсып қойып, берекесі 5 тиын болып, дедектеп ауруханаға қарай құстай ұшып бара жатты. Бала шағасы уәделі жаздада көшіп келе алмады. Әйелі мен балаларының аллергиясы бар көрінеді. Бұл сабақта жүргенде сылаңдаған қыз келіншектер үйге жеке келуді үдетті. «Танысымның қызы, шаруасы бар екен, докторантым ғой», деп сылап сипап қоя салады. Қымсыну, ұялу дегенді мүлде қойды. Бір кілті өзінде болғандықтан Гуляжан ойында ештеңе жоқ, есікті ашып кіріп барса, үстерінде түк жоқ. Жұмысқа жаңа алған 17-ден асқан сары шашы төгілген бөкселі орыс қызымен төсекте аймаласып жатыр. «Сволочь, жоғалт көзіңді», деді ешбір қымсынбастан, ырсылдап ақырды. Көз жасын көл қылып, кешке қарай келгенде көресіні көрді-ау. Сары шашы төгілген, бұраңдаған хатшы қыз бөксесін ойнатып кетісімен Тұрсын ағасы мұны ұрып қалпақтай ұшырды. Есікті кілттеп алып: «Сен қояншы қатын, әдей істеп жүрсің. Мына сен салдақын өлтіремін», деп тепкілеп ұрып, сілейтіп сойып салды. Аузы басы қан болып, іші бауыры ауырып, тұра алмай жатқанда: «Әй, сұмпайы құзғын қатын, жейдем неге түктелмеген?» деп ыңқита бір тепті. «Қазір қонаққа қайтып барамын». Сүйретіліп орнынан тұрып, бет аузын жуып, ректордың киімдерін үтіктеп кигізіп, шыттай ғып қонаққа шығарып салды. Ол кетті-ау дегенде өксіп-өксіп, бүкіл іші бауыры езіліп, боздап жылаған. «Қу жоқшылық, не көрсетпедің? Айдақардың қойына кеп жатқызыпсың ғой. Неге сонша сорлы болдым? Бұдан да өлгенім жақсы еді. Жанбай жатып сөнгенім бе? Мына аждақадан қалай құтыламын? Бұл менің сүйегімді уатып, өзімді мүгедек ететін бұзық қаншер екен. Қабай», деп бармағын шайнап, көзінің жасы таусылғанша сұңқылдады. Ректор ағасына деген көңілі қара тас болып, ол соншама жексұрын, қара ниет көрініп кетті. Әр айдың соңында проректор прорап келгенде ағасының қабағы ашылып,
көзі жыртиып күлмен қағып, жырқ-жырқ күліп, ол берген сөмкені ашып, ішінен ораулы буда-буда ақшаларды құшырлана, асқан сүйіспеншілікпен ылпылдап, саусағын тілімен жалап қойып, санап алып жатады. Түгендеп алған соң, жатын бөлмедегі шойын сейфке аюша қорбаңдап барып, есікті ішінен кілттеп жауып алып, жасырып салып қояды. Аңқылдаған проректор бұған сүйене келіп, халатының қалтасына қызыл ала пұлды салып жатып, бұл сіздің сыбаға, деп алтын тісін жарқырата күледі. Бұл күні ректор ағасы жайнап, лепіре сөйлеп: бізде шаруа шаш етектен, бауырым, 4 жатақхана, 2 корпус, колледж, бәрін жылда жөндейсің. Енді клуб, кітапхана құрылысын бастаймыз. Облыстағы жігіттерге айтып, сенің фирмаңа жаңа микрорайон салуға тендер алып бермекшімін. Бауырым, екеуміз әлі ақшаның астында қаламыз, деп алтын-тіс орынбасарының арқасынан қағып, мәз болып шығарып салды. Жалғыз столда қорбайып отырып, бір бөтелке коньякты таусылғанша ішіп, көпіріп, лепіріп сөйлеп жүріп береді. Білесің бе, мен жаңағы жігіт екеуміз шетелде үй сатып алып қойдық. 2 су жаңа иномарка машина Алматыдағы үйде тұр. Онымен бірге Канар аралына барып, 10 күнге демалып қайтпақшымын, деп өсіп, бар сырын жайып салды. Адам бәрі-бәрін байлығымен сатып аламын деп жүріп, өзін-өзі сатып жібергенін аңғармайды. Құлқын құлдық ұрдырады. Дипломатына ақшасын сықай толтырып, Астанаға барып қайтқанда, тіпті күмпілдеп, министрдің есігін теуіп ашам. Мынаны көргенде көзі жайнап кетеді, деп мақтанып қоймайды. Тамыз айында қала әдеміленіп, түрленіп кетеді. Ыстық аптапта емес, ызғар суықта емес, қыздың назды күлкісіндей жаныңды жадыратар самал баяу ғана еседі де тұрады. Ректорды алып, алтын-тіс проректоры Канар аралына ұшқанда, Гүлжан пойызбен Алматыға бет алды. Әнеу күні сабақтан соң алтын-тістің кабинетіне арнайы барып, аға, әкем қатты ауырып жатыр, барып қайтуға жол пұлым болмай тұр, қарыз бере аласыз ба, деп еді. Сөзге келмей, қолына айтқаннан артық санап беріп, сендей асыл қарындастан аяғанды итчесін. Гүлжан, сенің дария түбіндегі гауһардай жарқыраған бейнең қандай десеңші. Бүкіл институтта саған пар келер сұлу жоқ, нағыз перизатсың ғой. Жақсы қолға түскен кептер тоты болады, жаман қолға түскен кептер қотыр болады. Демекші, аған көп жұмсап, мазаңды алатынын байқаймын. Жә, ауылыңа барып қайшы, папаңды дәрігерге жақсылап қаратқын, деп және пұл ұстатты. Алматыға жетісімен Райханды іздеп тауып алды. Ол мұның алым-салымы шыққан түрін көріп, шошып кетті. Гуля, бұл шын сенбісің? Не болған соншама жүдеп жадап, бітіпсің ғой? Деп киген олпы-солпы арзан қол киіміне, азып тозған түріне қарап, қатты таңғалды. Өзегін өртеген ішкі шерін ақтара алмай, ләм-мим айта алмай тістенді. Ең үлкен жаңалық, Райхан сырттай оқуға ауысып, күйеуге шығып жатқан той үстінен түсті. Шөпейіп азып кетіпсің, тойымызға жүр, деп талғардағы ағасының үйінде өткізіп жатқан шығарып салуға арналған кешке шақырды. Есік алдында палатка құрып, Райханның 10 шақты құрбы достары, күйеу баласы жақтан физкультура институтынан 7 жігіт, құда-құдағилар, ағайындары бас қосып думандатты. Дегеннен Гүлжанды елең еткізгені, күйеу бала жақтан келген студенттер, жалпақ бет, құлағы жымырылған қымбат костюм, қызыл сым киген жігітті барон деп бірінші сөйлетіп, алдында қоғадай жығылып, әспеттегені таңғалдырды. Ол маңғаздана қарап, бәрі секіре билеп жатқанына қарамай, Гуля жанға келіп, қолынан тартып, белінен ұстап, танго ырғағымен әңгімеге тартты. Сені бұрын көрген едім, дегенде дауысы ерекше гүрілдеп шықты. Иә, мен де студентпін. Сені неге барон дейді? Бокстан чемпион болғанымда сондай атақ берген. Кім берді? Мықты спортшы жігіттер жиналып, сен біздің көшбасшымыз боласың, мәселелер шешесің, деп бір ауыздан осылай атады.
әне біреу неге билемейді, деп радио жанында тұрған бақа көз төртбақ жігітті көрсетті. Анау ма, ол боксшы ғой, арақ ішпейді, би билемейді. Мешітке баратын молдамыз Райханды түн жарымы ауа, ірі денелі күйеу бала машинаға дейін көтеріп апарып, отырғызып алып, дүр-дүр етіп алды да кетті. Барон Гүлжанмен 3-4 мәрте билеп, дастарханда жанына отырғызып, келісімен алып қойған, қайтарда бірден жап-жаңа иномаркасын алдына көлденең тартты. Гүр-гүр еткен даусына лайық, өте қарулы екен. Жолда тоқтап, күректей қолмен өзіне тартып, қыса сүйгенде тоншығып қала жаздады. Баронның 2 бөлмелі пәтерінде ақыры қонып қалды. Дүрия дүрмек күндер қайта басталып, барон мұны ертіп алып, түнгі клуб, мейрамханаларды тамашалатты. Қайда барса да, шаштарын кірпік шешенше тікірейтіп, қысқа алдырған жігіттер қарсы алып, тік тұрып алдында құрдай жорғалайды. Топ-топымен жүрген спортшылар бірі келіп, бірі кетіп жеке шығарып, сыбыр-күбір етіп әлде нелерді айтып жатады. Барон сызданып, кейде сұрланып жауабын доқ еткізіп қысқа қайрады. Қолтығында жүріп түрленіп, гүл өңденіп Гүлжан оны жыланша арбап, қайта шықпастай қақпаныма түсірдім-ау деп ойлаған. Бірде түнгі клубқа барғанда сүрмені аямай, беті көзіне жаққан суреттей қыз келіп, мұны иығымен қаға сыртқа итеріп, баронды құшақтай алып, екеуі дүйім жұрт алдында, еріндері қадалып, сүйіскенде, қара жерге кіріп кетердей болып, сыртқа жүгіре шықты. Анандай жердегі долана ағашына сүйене, шөкелей отырып, қорланып көз жасын төгіп жіберді. Сіз ренжімеңіз, жаңағы алайын деп жүрген жары ғой, деді біреу иығынан түртіп. Бажайлап қараса, бақа көз боксшы жігіт, сізді апарып таста, деп машинасын берді, деп тұр. Енді мына боксшыға өткізіп, осымен бүгін түн жатсын, ертең тағы біреуіне салып берер, деп қорлана, ызалана жол бойы долданғанда, көз жасы бетін сулап, әптер-тәптер шықты. Бір зәулім қонақ үйге алып кіріп, 9-шы қабаттан люкс бөлмені ашып, Гүлжан, ертең кешкі сағат 6-да мына жерге келіңіз, барон сонда сізді күтеді, деп тілдей қағаз ұсынып, сау болыңыз, деп қайтып кетті. Барар жер, басар тауы жоқ, мейлі, мына шомбал қараменде болып, бароннан кек қайтарармын-ау, деген арам ойынан қысылды. Боксшы артық бір ауыз сөз айтпады, ешқандай емеурін танытпай, алып келіп, салмақты қалпымен қоштасқаны қандай ірілік. Көрінгенге көз салмайтын, осындай ұстамды күйеуім болса ғой, деп қиялына ерік берді. Сырты айқыш-ұйқыш жазу, өрнекке толы, казино деп жазып қойған әлеміш биік имараттың алдынан ертеңне боксшы күтіп алды. Терезелерін тұмшалап, жауып тастап, самаладай хрусталь люстралары жарқыраған кең залда 20 шақты адам дастарханда төңіректе отыр. Қақ төрде қып-қызыл сым костюм киген сәнқой барон, екі шетінде езулері жиылмай ыржаңдаған екі қыз. Гуля, кел, деп қасына шақырып, біреуін ары ысырып отырғызды. Мынау Гуля, менің досым, ал мынау аты Айдай, Мәскеуден келген атақты әнші, деп қасындағы шашын қып-қысқа қидырған арық қызды таныстырды. Ал мына мисс Алматы, атағын алған періштеміз, енді оған Қазақстан аруы, әлем сұлуы деген атақты алып беруіміз керек. Өзі Жемпейдің 1-ші курсында оқиды, деп жаңа бұған орын берген ұзын сирақ арық бойжеткенді орыннан тұрғызып таныстырды. Гу-гу, ду-ду-би, ән, дастархан, төменгі қабатта қыз-қыз қызу казино ойындары. Барон бұған қарар емес, тырна сирақ, жылтыр бет, мисс сұлуға өліп өшіп, шампан ішкізіп, қайта-қайта биге шақырып, мұны көзіне де ілмеді, терлеп тепшіп, сонымен екеуі жеке кетейін деп жатқанда, ертеңмен қайтамын, әкем хал үстінде жатыр, деп еді. Барон төс қалтасынан бір бума ақша ұсынды. Боксшы, мына қызға билетін алып беріп, пойызына салып жібер, деді де,
мұның бетінен сүйіп, екі беті алаураған, мистің құмырсқа белін құшақтаған күйі теңселе басып шығып кетті. Шомбал танау боксшы пойызға люкс вагонға орналастырып, жол жөнекей қажеттеп, жеміс-жидек, ас-суын купеге толтырып тастады. Екі адамдық купеде сұлу мұрт, әдемше келген жігіт екеуі сол мінгеннен Астанаға келгенше арақ ішіп, құшақтары айқасып, таңға жуық қана әбден сілелеп қатып ұйықтады. Бұл үлкен мекемеде үлкен қызмет істейтін бір дөкейдің үлпілдеп өсіріп отырған жалғызы Гүлжан бұрынғы декан қазіргі ректордың көрсеткен қиянат қорлығына қапаланып, өштесіп, енді басқаша ғұмыр сүруге бекінді. Сұлымұрт Сергей де әкесінің хал үстінде жатқанын қоштасарда айтып, қиналып жүргенін сездіріп еді. Беті қайтпаған мырза жігіт қомақты пұл тастап кетті. Өзінің жалдамалы бір бөлмелі пәтеріне келіп, енді бағы ашылмаған сорлыға айналып, баяғы қараспан қайғылы күндері қайта оралдау деген ой жанын жегідей жеді. Арыстандай ақырған қақарлы бұл тұрсын маскүнем нақұрыстың қақпанынан құтылар күн бар мекен. Гуляжан, біз келдік, сен ешқайда шықпай, пәтеріңде мені күт, деп прораб проректордың телефон шалғанына таңырқай үй ішін жинастыра бастады. Шай қойып, нан турап, дастархан жасап үлгермей жатып, күнге тотыққан, толысып, жүзі балбу жайнаған проректор емен жарқын кіріп келді. Бұрындары тымпиып келіп, қасқабас ректордың көзі тайса, ішіп жеп сұқтана қарап, тиын тебенен әзмәз омырауына тығып тастап кететін. Жігіт ағасы алтын тісін жалт-жұлт көрсете күліп, үлкен сөмкесімен азық-түлік ала кепті. Гуля, саған алдымен арнайы алған сыйлығымды берейін, деп мойнына алтыннан алқа тақты. Аға, не үшін? Ыңғайсыз емес пе? Деп айнаға қарап тұрғанда артынан келіп құшақтап, сені ректор ағаңнан бір жола құтқардым. Ол кісіге басқа жан күтуші болады, ал сен енді ол үйге жоламайсың, деді. Шын ба, шын айтасыз ба ағажан, деп қуанғаннан құшақтап, күн сіңген бүйрек бетінен сүйіп алды. Кел, осындай жағдайларды жуып жіберейік Гуляжан, деп 200 грамдық 2 стақанға лікілдете коньякты құйып, кел, бұды шаф етіп ішейік, деп екеуі түк тұрған күйі тамшы қалдырмай ішіп салды. Алып келген шоколадты бұған ұсынып, ал өзі қара уылдырықты қасықпен қарбыта асады. Бір кесе шай ішіп болғанша зақар суы басына шауып, қызып, дүние жарқырап жайнап, балбырап сала берді. 2 стакан коньякты алтын тістің тізесінде отырып ішкені еміс есінде. Ояна кетсе, үй іші тастай қараңғы, сағатқа қараса, түнгі 3, қасында иленген терідей, денесі түгел қап-қара, күнге күйген прораб проректор жатыр. Басы лықылдап, краннан суық су ішті де, үхілеп келіп, алтын тістің жанына қайта қисайды. Сол күннен бастап, сол жыпылдаған пысық алтын тіске басыбайлы өткенде байқамай қалды. Ол қала орталығынан 2 бөлмелі пәтер сатып әперіп, ішін сыңғырлатып, толтырып қойды. Түсте, кешке келіп, кейде тіпті қонып қап жүрді. Алтын тістің есейген балалары қалада бизнес жүргізеді. Бірнеше сауда орындарын ашып тастаған кексе әйелі бар. 3 курсты бітірерде көп сабаққа қарыз болғанын алтын тіс ағасына сылап-сипап жеткізбеді. Сол да сөз болып па, деп мақтанып қойды. Ертеңгісін қалта телефонымен хабарласып, түстен кейін 1 проректорға барда, зачеткаңды беріп кет, бәрін тастай қылады, жаңа табыстап қойдым, деді. 1 проректор бюра ақшулан шашын сілкіп тастап, мойнындағы қызыл галстугін қайта түзеп отырып, біз бәрін бітіреміз-ау, сабаққа түк қатыспапсың бірақ, деп ыңыранып, креслосына шалқая, жұмбақтай сөйлеп, тесіле қарады. Аға, біз де сіздің көңіліңізден шығармыз, деп емеурінін ұғып, жайтаңдай күлді. Көке де, мен оңтүстіктің қазағымын, енді сіздің көкеңіз болайын онда. Көке, бәріне келісеміз, дегенде ана орнынан тұрып кетті. Бәрі келді, өте дұрыс айтасың, бәрі келді. Бүгін кешке, жоқ,
Қазір анау қарсы көшенің бұрышындағы Гауһар дүкенінің жанында күте тұр, алып кетемін, деп қуанып, шашынан иіскеді. Көке, күтемін, сізді күтпегенде кімді күтемін, деп зачеткасын тастап, бұлаң қағып, бірінші проректордың көз құртын жеп шығып кетті. Балпиған ректор шаламас күйінде осы екі орынбасарын шақырып, қағаздарына қол қойып беретін, шай дайындап, күтіп жүрген бұған. Әй қатын, портфелімді әперші, көзілдіргім қайда, деп еліктің құралайындай көзі жәудіреп, қорқып тұрған мұны. Әй қатын, деп дағдыланып, аналардан қысылмай, балпылдап айта беретін, намыстан жарылардай, өрттей қызарып, қипақтап тұрған бұған, аналардың ұрлана көз тастап, мүсірге қарайтына қысылатын. Бірінші проректор көкесі тек күндіз ғана бір орыс кемпірінің үйінде кездесіп, арақ шарап ішпей, 1-2 сағат қана болып, тез қайтып кететін өте сақ кісі болып шықты. Үсті басы тап-таза, ақ жейдеге, әдемі ала жабақ галстук тағынып, француз әтірін себініп, сымының қыры, пышақтай ол, көп артық сөзге жоқ. Бір жан, бұл ісімізді біліп қоймасын, өмірі тісіңнен шығарма, деп тап-тап айта береді. Қолы көпте тие бермейді. Айында 2-3 мәрте кездескеніне мәз, оның есесіне алтын тіс ашқарақ бұзаудай жалақтап, күнара келіп тұрады. Сараң көкедей емес, дариядай жомарт, қалағанын алып беріп, үлдемен бүлдеге орап тастады. Жаз ортасында Астанадағы үлкен жиынға ректор 2 орынбасарын бірге алып кетті. Көкесімен алтын тіс бұл сапарға өте қатты дайындалып, арнайы 2 машинаны толтырып, анау-мынау алып, өздері шырттай киінді. Министрді қонақ етпекшіміз, бізді таныстырады, деп проректор бар сырды жайып салды. Бір жұма жүріп, олар өте көңілді оралды. Министрді достарымен алғаш жиыннан соң қала сыртында көлгөсір дастархан жайып, меймілдете күткен, одан әрі Қорғалжын жаққа апарып, әбден разы етіпті. Өзімен бірге ертіп ала шыққан студент баласына мінгізген ағаларының жүйрігі, деп ректордың айтуы бойынша, екеуі 2 буда $1 бергенде, ішімдіктен мүлдем аулақ министр 100 грамм ақтан алайын, осындай алтын кадрларымен таныстырғаның үшін, деп түйенің көзіндей рөмкемен ішіп салыпты. Күзге қарай 2 проректорды Астанаға жиі-жиі шақырыстап жүріп, екеуі бір күнде бұйрық алып келгенде, ректор жылап жіберді дейді. Алтын тіс министрлікте шаруашылық жағын басқаратын қызметке, ал көке көрші облыстағы пединститутқа ректор болып тағайындалып, айды аспанға шығарды. Алтын тіс ағасы мұның үйінде бір бөтелке коньякты ашып, біраз құпияны айтып, қуанышын жуды. Сендерді министрмен таныстырған өзім оңбаймын, енді кіммен жұмыс істеймін, деп ректор шашын жұлып, столды тоқпақтапты. Саған, жаным, Астанадан үй әперіп, көшіріп аламын, деді алтын тіс ақтарылып. Мына қақпас айдақар ректордың тырнағынан мені қалай құтқардың? Жаным, сол үшін саған өлгенше борыштармын, деп еді. Масаң тартқан ол алтын тістерін жарқырата көрсетіп, бұл алқашты қатырдым, білесің бе? Оның Алматыдағы дачасы менікі. Канар аралына демалуға әлгі сарышаш хатшы қызды ала барғанбыз ғой. Мынау нағыз қорғызы, сап-сары алтын ғой, мүсінін қарашы, ал ана қатын қураған ағаштай болып азып барады, деп сені жамандай бастады. Ой, ол қыз жаман ауру екен ғой, деп едім. Сел кете түсті. Тәтпіштеп сені де, әкеңге жаман жұқпалы өкпе аурумен ауыратынын айтып едім. Шоршып кетті. Енді оны маған жолатпа, көрсетпе, деп бір жола безінді. Өзін көтермелеп, қолпаштап жүрген әкесіндей жақсылық жасаған ректорға осындай сұрқия нәрсені алдап айтқан алтын тіс шылмақайдың қулығына құрық бойламайды. Бас пайдасы үшін бәрін сайтып, ойлап таппайтыны жоқ, зәлімдігін ұғып, жаны суыды. Айына 1-2 мәрте ғана Астанаға жасырып шақырады. Министріміз қатал, әрі ақылды. Менімен бірге жарасып, жұмыс істеймін десең, бөтен қыз келіншектен және арақ шараптан аулақ бол. Бұл 2 әзәзіл жүрген жерде ісің оңбайды. Егер қыңыр қисық жүрсіңді сезіп қалсам,
қуып шығамын, деп қатты ескертті. Ақырын осылай жүре тұрайық, кейінірек көшіріп аламын, деп көлгірсігеннен бәрін ұқты. Көкесі де көрші қалаға ректор болып ауысқан соң үшті келі хабар ошарсыз. Көрінген көк аттыға көз салатын баяғы жыртық көңіл, жаумау киімді Гүлжан емес, тіс қақан шалқып жүріп, қалқып ішуге әдеттенген еркектің өзіне емес, қалтасына қарайтын гуляға айналған. Мәскеуде, Казанда филиалым бар, мұнай, ағаш өңдеу сияқты көп нәрсемен айналсамын деген бизнесмен татар жігітімен тұзы жарасып, 3 жыл бірге тұрды. Онымен талай-талай шетелді көрді. Жұмақ дейтін курорттарда сайраңдап, қызық дәуренің дәмін татты. Өзінен 2 жас қана үлкен татар жігіті, өткір, әрі пысық, қалада базар, дүкен, асханалар ашып тастады. Гүлжан базарға барып, алқын-жұлқын қайнаған ортаға шыдай алмай, жарты жылда өзі де сол базар сатушыларындай кір басып бара жатқанын аңғарып, асханаларға қожалық етті. Қайда жүрсе де, елдің ынсабы жоқ, бір-бірін алдайды, арбайды. Бәрінің көзі шелденіп, тек ақшаға ғана құмартып, басқаның бәрін тәрк етіп жатқан жаңадан пайда болған алып сатарлардың небір сұрқия, айлакер әдеттерінен шошиды. Біз неге үйленбейміз, осылай жүре береміз бе, деп сұраса, татар бизнесмен жігіт, біз қазір азаматтық некедеміз, бүкіл әлем жастары осылай бас қосады, бір-бірімізге артық салмақ түсірмей, әбден үйреніп, бауыр басқанша осылай жүре тұруымыз керек, деді. Бала сүйіп, отбасы құрсақ дегенім ғой, деген Гуляның арқасынан қағып, асықпа жаным, бәрі рет-ретімен болады, деп әңгімені бір жола тоқтатады. Ұзақ кетсек, махаббатымыз суып қалады ғой, сен қызықсың, махаббат деген жан ауруы, миы осал, жүрегі нәсік, қиялшылдардың ойлап тапқан нәрсесі, ең алдымен өмір сүруге қажетті бар нәрсені жасап алуымыз керек. Онда мені мына сауда-саттықтан құтқар, өзімде олпы-солпы, сол саудагерлердің бірі болып бара жатырмын. Татар жігіті сөзге келген жоқ. Мәскеуде 3 айлық курсты оқытып, сұлулық салонын ашып берді. Министр прораб елдерінің біріне елші болып ауысып, алтын тіс, үлкен компания бастық болып, сонымен бірге кетті. Баяғы саған әпердім деген үйі шофернікі екен. Ол да оны дереу сатып, ешқайсы бұған қош сау бол деуге жарамады. Алтын тіс шырбаңдап, телефон соқпағалы жылдан асқан, ал кездеспегелі 2 жылдың жүзі болды. 2 орынбасары басқа қызметке көтеріліп кеткелі, ректордың бүкіл жұмысы қожырап, өзі үйден шықпай, ішуді үдетіп, мәңгіріп ес-түссіз дөңгелеп жататын мас күнемге айналды. Тексеру келіп, у-шу болып, көптеген былық-шылықтары шығып, қылмысқа тартылып кете жаздап, жиған тергенін үйіп беріп, әзер құтылды. Қызметінен қуылып, Алматыдағы баяғы декан орнына әрең жетті. Бәрінен де жанына аяздай батқаны, оны көшіріп әкетуге келген баласы, мұның телефонын тауып алып, оңбаған салдақы ауру шешемді Алматыда әдейі қалдырып, мына алтындай әкемізді осында алып кетіп, бар тапқан таянғанын тонап алып, алқашқып жібердің сен сұмырай. Менен 10 жас кіші бола тұра, 60-қа келген әкеме қалай қатын болдың сен кәззап. Ендігәрі әкеме жоласаң, ажалың менен, деп аузына келгенді айтып, есін шығарды. Жалғасы бар.